Ал, ендеше бастай берейік. Құрметті әріптестер, дауысымыз естіліп тұр ғой? Әріптестер? Я естіліп тұр. Экранды көріп тұрсыздар ғой сіздер, иә? Иә, көрінеді. Экранды көріп тұрсыздар ғой. Аха, жақсы. Ой болса бастайық. Қарағанды қаласы Әлімхан Ермеков атындағы мектеп-лицейінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдері Әшірбекова Камшат Бөкенова және Касайнова Айсұлу Амангелдиновна ерекше білім беру қажеттіліктері бар оқушыларға арналған жұмыс дәптеріне әдістемелік ұсыным бойынша педагогикалық тәжірибені таратпақпыз. Бұл оқыту орыс тілінде болатын 6 сыныпқа арналған қазақ тілінен 34 сағаттық жұмыс дәптеріне әдістемелік ұсыным. Осы жұмысымыздың мазмұны әдістемелік бөлім және жұмыс дәптері болып 2 үлкен бөлімнен тұрады. Әдістемелік бөлім қосымша қолдау қажет ететін оқушылардың ерекшеліктері, оқыту мен бағалаудың әдістемелік тәсілдері, бөлімдер бойынша әдістемелік нұсқаулар, бағалаулар және кері байланыс, пайдаланылған әдебиеттер тізімі деген бөлімдерден тұрады. Жұмыс дәптері бірінші бөлімі мен кіммін, екінші бөлім отбасы құндылықтары, үшінші бөлім ғылым білім, төртінші бөлім Қазақстан табиғаты, бесінші бөлім жер біздің ортақ үйіміз, алтыншы бөлім қауіпсіздік ережелері. Осы жұмысымыздың мақсаты қазақ тілін үйрету барысында ерекше білім беру қажеттіліктері бар оқушылардың тілдік, әлеуметтік және танымдық дамуына жағдай жасау, олардың оқу процесіне белсенді қатысуын қамтамасыз ету және коммуникативтік қабілеттерін дамыту болып табылады. Жұмыс дәптеріміздің міндеттері: коммуникативтік дағдыларды дамыту, қазақ тілінде ауызекі және жазбаша сөйлеу қабілеттерін жетілдіру, сұрақ-жауап, әңгімелеу, диалог жүргізу арқылы қарым-қатынас жасау дағдыларын қалыптастыру, ұлттық құндылықтарды таныстыру, қазақ тілін үйрету арқылы мәдени және ұлттық ерекшеліктерді меңгерту, оқушыларды дәстүрлер мен әдет-ғұрыптар туралы ақпаратпен таныстыру, тілдік дағдыларды кешенді дамыту, тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым дағдыларын бір-бірімен байланыстыру, сөздік қорын байыту және грамматикалық ережелерді меңгерту. Саралап оқыту, әр оқушының оқу қарқыны мен қабілетіне сәйкес жеке тапсырмалар беру, қиындық туындаған жағдайда қосымша қолдау көрсету, шығармашылық және ойын әдістері арқылы оқыту, визуалды, ойындық, жобалық тапсырмалар арқылы білімді қызықты ету, оқушының шығармашылық қабілетін дамыту, бағалау және өзін-өзі дамыту, жұмыс дәптері арқылы оқушының прогрессін бақылау, өзін-өзі бағалау және жетістіктерін көріп мотивацияны арттыру. Жұмысымыздың өзектілігі: көптеген дамыған елдерде білім беру жүйесінде барлық балалар тең және тосқауылсыз білім алулары қажет деген принцип ұстанғандықтан, аталған тақырып әлемдік білім беру үдерісінде өзекті. Отандық білім беруде ерекше білім беруге қажеттілігі бар балаларды оқыту және психологиялық педагогикалық қолдау көрсету әдістемелерін одан әрі жетілдіру қазіргі кезде өзекті. Қазақстан Республикасының әрбір азаматы қандай да бір кемсітушіліксіз сапалы білім алу құқығын қамтамасыз ету мақсатында өзекті. Жаңартылған білім беру бағдарламасы аясында ерекше қабілеті бар оқушыларды тең және тосқауылсыз оқыту қазіргі білім беру жүйесінде маңызды. Педагогикалық жаңалығы: ерекше білімді қажет ететін оқушының оқу сапасын арттыру мақсатында түрлі технологияларды қолдану арқылы тілді меңгеруіне ықпал етеді. Ерекше білімді қажет ететін оқушының ұлттық құндылықтар арқылы тілді үйретуінің қазақ тілін меңгеру дағдысын қалыптастырады. Енді мен қазір әдістемелік бөлімге тоқталып өтем, одан кейін әріптесім жұмыс дәптері бойынша айтып өтеді. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар оқушылар танымдық, эмоциялық, физикалық немесе сөйлеу дамуында әртүрлі деңгейдегі ерекшеліктері бар білім алушылар тобы болып табылады. Мұндай оқушылардың білім алу процесі ерекше тәсілдер мен қосымша педагогикалық, психологиялық қолдауларды қажет етеді. Инклюзивті білім беру жүйесі әрбір баланың жеке ерекшелігін, оқу мүмкіндігін және даму қарқынын ескере отырып, тең және сапалы білім алуына жағдай жасауға бағытталған. Сондықтан
Сондықтан мұғалімнің басты міндеті оқушының әлеуетін ашуға мүмкіндік беретін бейімделген білім беру ортасын қалыптастыру. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар оқушылардың оқу үдерісінде келесі ерекшеліктер ескерілуі тиіс: қабылдау және есте сақтау қабілеттерінің баяулығы. Оқушылар ақпаратты қабылдауда және есте сақтауда көбірек уақыт пен қайталау қажет етеді. Сондықтан материалды шағын бөліктерге бөліп, визуалды және практикалық қолдаулар арқылы ұсыну тиімді. Назар тұрақтылығының төмендігі. Ұзақ уақыт бойы бір тапсырмаға шоғырлану қиындық тудырады. Сабақ барысында қысқа үзілістер мен белсенді әдістер, ойын элементтерін, қозғалыс жаттығулар назарды сақтауға көмектеседі. Визуалды және есте сақтау арналарын көбірек Визуалды және есту арналарын көбірек қолдану қажеттілігі. Мұндай оқушылар үшін ақпаратты тек ауызша емес, көрнекі түрде сурет, схема, бейнематериал, пиктограмма ұсыну маңызды. Аудиовизуалды әдістер есте сақтауды және түсінуді жеңілдетеді. Эмоционалды қолдауды қажет етеді. Оқушы өзін қауіпсіз, қолдаулы ортада сезінгенде ғана тиімді оқи алады. Мұғалімнің жылы қарым-қатынасы, мадақтау, сенім білдіру олардың өзін-өзі бағалауына оң әсер етеді. Тапсырмаларды саралап, кезең-кезеңмен ұсыну тиімділігі. Оқу тапсырмаларының күрделілігі біртіндеп артып, оқушының жеке даму қарқынына сай берілуі қажет. Әр қадамда жетістік сезімін тудыру оқуға деген мотивацияны арттырады. Педагогикалық тұрғыдан ескерілуі тиіс қағидаттар: жеке оқыту траекториясы, әр оқушының даму деңгейі мен қызығушылығына сай тапсырмалар таңдалады. Қолдау мен ынталандыру қағидаты. Мұғалім оқушының әрбір жетістігін атап өтіп, оң кері байланыс береді. Саралап және бейімдеп оқыту. Бір тақырыпты әртүрлі деңгейде меңгеруге мүмкіндік беретін тапсырмалар түрлендіріледі. Қолжетімділік және визуализация. Сабақ мазмұны көрнекілік арқылы қолжетімді етіледі. Сурет, схема, бейне, интерактивті карточкалар қолдану керек. Қауіпсіз және қолайлы орта құру. Оқушы өзін еркін сезініп, белсенді әрекетке қатысуға ынталанады. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар оқушыларды ұйымдастыру қажет және оларды қолдау керек. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар оқушыларды оқу үдерісіне тартылуы кезінде педагог келесі аспектілерге назар аудару қажет. Қабылдау және есте сақтау қабілеттерінің ерекшеліктері. Оқушылар ақпаратты баяу қабылдайды. Сондықтан тапсырмалар қарапайымнан күрделіге дейін кезең-кезеңмен ұсынылғаны дұрыс. Назар тұрақтылығына төмендегі сабақта визуалды және есту арналарын бірге қолдану. Мысалы, слайд, сурет, аудиоматериалдар арқылы қызықтыру тиімді. Эмоционалды қолдау, әр оқушының жетістігін мақтау, шағын жетістіктерге назар аудару, мотивацияны арттыру, тапсырмаларды саралап беру, блоктарға бөлу, уақытша шектеулерді нақты көрсету, әр кезеңдерді қорытындылау. Осы ерекшеліктерді еске ала отырып, сабақты жоспарлап, интерактивті әдістерге негіздеп, ойындар, сұрақ-жауап, топтық жұмыстар, көрнекі құралдар, мультимедиалық презентациялар өтуді ұсынамыз. Құрметті әріптестер, мінекей менің әріптесім жалпы бұл жұмыс дәптерінің және әдістемелік ұсынымы жайлы, әдістемелік бөлімі жайлы тоқталып өтті. Жалпы бұл ерекше білімді қажет ететін оқушыларға арналған жұмыс дәптері және сол жұмыс дәптеріне ұсыным, біздің ұсынып отырған бүгінгі жұмысымыз. Енді әрі қарай жаңа әріптесім айтып өткендегідей, біздің жұмыс дәптеріміз 5 бөлімнен тұрады. Әр бөлімде өзінің бөлімге қатысты тапсырмалар және ерекше білімді қажет ететін оқушыларға арналған жалпы әмбебап тапсырмалар және кейбір тапсырмалар жекелеген балалардың диагнозына да байланысты жекелегенде тапсырмалар ұсынылады. Енді өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай, бірінші ұсынылып отырған тапсырма, жалпы біз бұл жұмыс дәптерінде оқушылардың оқылым, жазылым, айтылым, тыңдалым дағдыларын қалыптастыруға бағытталған жұмыс дәптері болып есептеледі. Бірінші ұсынып отырған мына тапсырманы көріп отырсыздар, бұл оқылым дағдысына арналған тапсырма.
мамандық тақырыбына байланысты оқылым мәтіні берілген. Оқушы мәтінмен таныса отырып, оқи отырып, мағынасының мәнін түсіне келе, әрі қарай осы тапсырма бойынша, мәтін бойынша айтылым тапсырмасын орындайды. Және сіздердің естеріңізге салып өтейін, бұл орыс сыныптарына оқыту тілі, орыс тілі орта буынға 6-7 сыныпқа арналған жұмыс дәптері екендігін естеріңізге салып өтейін. Мына жерде берілген мәтінді бала оқиды, оқылым тапсырмасы орындалады. Әрі қарай мәтінді оқығаннан кейін айтылым тапсырмасы суреттегі қандай мамандықтар иесі бейнеленгендігін бала айтылым тапсырмасын орындау арқылы өзінің ойын жеткізеді. Әрі қарай жазылым тапсырмасы, яғни көп нүктенің орнына суреттегі аталған мамандық иесін жазу арқылы оқушы жазылым тапсырмасын орындайды. Келесі, әрі қарай тапсырмамызға көшетін болсақ, мына жерде зияткерлік дамуында ерекшелігі бар оқушыға арналған тапсырмалар берілген. Бұл бір ғана тапсырманы алып отырмыз. Яғни артық затты табу, содан кейін оны әрі қарай ауызша айтуға болады, одан кейін жазбаша түрде жазуға болады. Бұл жаңағы зияткерлік дамуында ерекшелігі бар баланың ойын дамытуға ерекше қажеттілігі болады деген ойдамыз. Сонымен қатар реттілікті жалғастырып айт. Мысалға, заттың түр түсіне байланысты қызыл көкті әрі қарай жалғастырып бала айтуы қажет. Келесі тапсырмамыз, мына жерде құстар біздің досымыз, бұл Қазақстан табиғаты бөлімінен алынған тапсырма. Әрбір тапсырманы ұсынған кезде біз әрине бірінші мәтін ұсынылады, оқылым мәтіні және тыңдалым мәтіні ұсынылады. Бұл жерде тыңдалым мәтіні ұсынылып отыр. Оқушы осы мәтінді тыңдайды. Бұл құстар біздің досымыз тақырыбы бойынша Қазақстан табиғаты бөлімінен алынып отыр. Енді мәтінді тыңдай келе оқушы сұраққа жауапты жазбаша береді. Қарлығаш қандай құс, ол ұясын қайда салады деген сұраққа оқушы жазбаша түрде жауап береді. Яғни мәтінді қаншалықты түсінгендігін, одан кейін қаншалықты сұраққа жауап бере алатындығын осы жерден байқаймыз. Қабылдауы қаншалықты екенін ажыратып алуға болады. Келесі тапсырма осы тақырыпқа байланысты суретті боя, яғни қол моторикасын дамытуға бағытталған тапсырма болып есептеледі. Әрі қарай келесі тапсырмада бұл мектеп ережесі тақырыбы бойынша алынған тапсырма. Жұмыс дәптерінде бұл тақырып бойынша мәтін ұсынылады әрине. Бұл бір жерге мәтінді алмадық. Мәтінді бала мәтінмен таныса келе, оқи келе, сурет бойынша жұмыс жасайды. Яғни суретте әртүрлі қимыл әрекеттер берілген. Сол қимыл әрекетке қарай отырып, оқушы бұл әрекеттің қайсысының дұрыс екендігін, қайсысының бұрыс екендігін белгілейді. Сонымен қатар сәйкестендіру тапсырмасы баланы ойлану қабілетін дамытуға бағытталған тапсырма. Яғни осы тақырыпқа қатысты әрине, мектеп ережесіне қатысты сабақтан қалма мектептің ережесі болады деген сөздерді сәйкестендіру керек. Бұл баланың әрине ойлануына жақсы әсер етеді, ойының дамуына өзіндік әсері бар. Келесі тапсырмамыз көру қабілеті төмен оқушыларға ұсынылатын тапсырмалар. Жаңа мен сөзімнің барысында айтып өттім сіздерге. Жалпы тапсырмалардың дені әмбебап тапсырмалар, ал бірақ арасында оқушылардың жеке диагноздарына да байланысты тапсырмалар ұсынылады. Жалпы бұл 34 сағатқа арналған жұмыс дәптері, 34 сағатқа барлығын сыйғыза беру мүмкін емес. Енді мына ұсынылып отырған тапсырма көру қабілеті төмен оқушыларға арналған тапсырма, яғни қап берілген, қапты сипау арқылы қаптың ішіндегі затты анықтау және оның
формасын айту ауызша ол дөңгелек, домалақ немесе төртбұрышты немесе үшбұрышты деген сияқты баланың өз ойын сипау арқылы өзінің ойын жеткізе білу айтылым тапсырмасы ретінде орындалады. Сонымен қатар дыбысты таны аудио қою арқылы ненің дыбысы екендігін ажыратады. Жаңағы мысалға құстар біздің досымыз деген тақырыптарда да осындай мәтіндер ұсынылады. Құстың дауысы, ненің дауысы, құстың дауысы ма, аңның дауысы ма деген сияқты тапсырмалар да бар. Сонымен қатар аудио мәтін тыңдап сұрақтарға жауап беруі қажет. Және үлкен қаріппен жазылған мәтіндермен көбінесе жұмыс жасалынады. Өйткені бұл көру қабілеті төмен оқушыларға арналған тапсырмалар. Қазір бір аудио мәтінді тыңдап көрейік. Біз осы мәтін бойынша содан кейін біз жұмыс істетеміз оқушыларға. Қазақстанның заманға лайық жаңа астанасын салу идеясын айтқан Нұрсұлтан Назарбаев. Астана Азияның солтүстігінде орналасқан. Астана шаһары Алматы, Сарыарқа және Есіл Байқоңыр аудандарынан тұрады. Астана Қазақстандағы ірі бизнес орталықтарының бірі. Астана мәртебесін алғалы бері қалада 10 миллион шаршы метр тұрғын үй салынды. Астанада саяси және әкімшілік іс-шаралар, түрлі жарыстар жиі ұйымдастырылады. Астана құрылысына жүздеген отандық және шетелдік құрылыс компаниясы қатысты. Астанада батыс пен шығыстың мәдени дәстүрі үйлесімді қолданылған ғимараттар көп. Бәйтерек кешені жаңа елорданың басты символы, оның ойтұмары. Онда аялы алақан композициясы бар. Астанада Хан Шатыр сауда-саттық және ойын сауық орталығы, теңізден алыс орналасқан океанариум, думан орталығы, Астана опера мемлекеттік опера және балет театры, Қазақстан орталық концерт залы, Қазақ елі монументі, 30 мың көрерменге арналған Астана арена жабық стадионы бар. Мінекей құрметті әріптестер, осындай мәтіндер ұсынылады. Күнтізбелік тақырыптық жоспарға байланысты осы мәтінді балалар, оқушылар тыңдай отырып, тыңдау арқылы сұрақтарға жауап береді. Бұл әрине көру қабілеті төмен оқушыларға арналған және де басқа да психологиялық бұзылыстары бар оқушыларға да бұндай мәтіндер тыңдатуға болады. Келесі тыңдалым тапсырмасы. Тыңдалым тапсырмасы бұл жерде экологияға байланысты мәтін ұсынылған. Бұл менің туған елімнің табиғаты бөлімінен алынып отыр. Еліміздің экологиясына байланысты мәтін берілген, және сол мәтіннің суреті берілген. Суретті қарай отырып, мәтінді тыңдай отырып, бала өзінің қаншалықты түсінгеніне байланысты мәтін бойынша берілетін тапсырма, яғни ақпараттың дұрыс немесе бұрыс екенін анықтау керек. Яғни бұл мәтін бойынша беріліп тұрған тапсырма экология тірі табиғатты зерттейді, экология өлі табиғатты зерттейді. Осы ақпараттың қайсысының дұрыс екендігін бала белгілейді. Келесі тапсырмамыз оқылым тапсырмасы. Оқушы мәтінді оқиды. Менің жазғы демалысы тақырыбына берілген мәтін. Бұл тағы да қайталап өтемін, көлемі шағын, өйткені балалардың жаңағы қабылдауына қиын болып кететін болғандықтан мәтіндерді біз шағын көлемде ғана алып отырмыз. Енді осы мәтінді бала оқиды. Оқығаннан кейін осы мәтін бойынша сұраққа жауапты табады. Яғни бірнеше 4 нұсқа жауап берілген. Соның ішінде ойлана отырып, бұл сұрақтың дұрыс жауабы қайсысы болатындығын анықтайды. Бұл әрине психологиялық бұзылысы бар балаларға әжептәуір ойлануға тура келетін тапсырма. Бұлай жалпы балаларға әрине оңай болғанымен, бұл біздің алып отқан тақырыбымызға байланысты ерекше
білімді қажет ететін оқушыларға ойланатын тапсырма болып есептеледі. Сонымен қатар астындағы суретті сөзбен сәйкестендір тапсырмасы берілген. Суретті сөзбен сәйкестендір. Бұл яғни менің хоббиім тақырыбынан алынған сурет болып есептеледі. Бұл сурет бойынша, бұл тақырып бойынша негізі жұмыс дәптерінде мәтінде берілген. Мәтінді бала оқиды. Одан кейін суреттер беріледі. Осы суреттегі суретті сәйкестендіреді. Яғни әріптестер, микрофондарыңызды өшірсеңіздер. Келесі тапсырмамыз сөйлеу тілінде бұзылысы бар оқушыларға арналған тапсырма. Ол енді бірен саран ғана түсініп отырмыз. Жалпы оның барлығын сыйғызу мүмкін емес. Мына жерде берілген сурет, яғни жол ережесін сақтау, әртүрлі белгілер берілген. Қай белгіні нені білдіретінін, оның мәні не екенін және бағдаршамның түр түсіне назар аударады бала. Қай тұсы жанғанда тоқтау керек, қай тұсы жанғанда жүру керек, қай тұсы жанғанда жаңағы сақтану керек деген сияқты түстерді ажырата біледі бала. Және де осы сурет бойынша өзінің ойын сурет бойынша әңгіме құрастырып жеткізе алады. Сонымен қатар, көбінесе сөйлеу тілінде бұзылысы бар оқушылар кейбір дыбыстарға, мысалы с, ш, р дыбыстарына тілдері келмей жатады. Соған байланысты бір дыбыстан басталатын сөздерді айтқызу арқылы да сөйлеу тілінде бұзылысы бар оқушылармен жұмыс жасауға болады. Мысалға, с-ны айтқызып, ш дыбысын айтқызып қайталап, немесе р дыбысын қайталап айтқызса, ол әжептәуір оқушыға, сөйлеу тілінде бұзылысы бар оқушыға әжептәуір көмек болары сөзсіз. Келесі мақалды дұрыстап құрап жаз тапсырмасы берілген. Бұл ұлттық құндылықтар тақырыбынан алынған тапсырма. Бұл жерде жұмыс дәптерінде әрине мәтін беріледі. Мәтінді оқи отырып, ары қарай мақал мәтелдерді дұрыс құрап жазады. Келесі тапсырмамыз сандары бойынша суреттегі заттардың атауын жаз. Яғни бұл жерде қазақша санауды бала үйренсе, екіншіден заттардың атын жазу арқылы ол өзінің жаңағы жазудағы дұрыс жаза білу дағдысы қалыптасады. Біріншіден жаңағы заттардың атын да қазақша үйренеді. Келесі аутизм спектріндегі оқушыларға арналған тапсырма. Яғни бұл жерде де бірінші мәтін берілген жұмыс дәптерінде, ал осы аутизм спектріндегі оқушыларға ұсынылған кезде мынау суреттегі күн тәртібі шашыраңқы беріледі. Оқушы осы суретте дұрыс құрау арқылы өзінің күн тәртібін жасайды. Қай уақытта нешеде тұру керек, нешеде түстену керек, нешеде мектепке бару керек, нешеде ұйықтау керек деген сияқты күн тәртібін орнына қойып, өзінің күн тәртібін жасайды. Келесі тапсырмамызда осы аутизм спектріндегі оқушыға арналған суреттен көңіл күйді анықтау. Яғни бұл жерде ашулану, таңдану, қуану сияқты адамның көңіл күйлері жайы берілген. Соны оқушы дұрыс танып, сәйкестендіруі қажет. Қай жерде ашулану, қай жерде таңдану, қай жерде қуану деген сияқты. Жалпы біздің жұмысымыз, ұсынып отырған жұмыс дәптеріміз осындай форматта. Яғни бұл ерекше білімді қажет ететін оқушыларға арналған жұмыс дәптеріміздің жалпы қазіргі кезде инклюзивті білім беру талаптарына сай жасалғандығын және оқушының
тілдік, когнитивтік және коммуникативтік дағдыларын дамытуға бағытталғандығын және жүйелі әдістемелер мен тиімді тапсырмалар кешені қамтылғандығын атап өткіміз келеді. Сонымен қатар бұл оқушының өз ойын еркін, сауатты жеткізе білуге дағдыларын жетілдіреді және қазақ тілін меңгеруге деген қызығушылығын арттырып, ауызекі сөйлеу мәдениетін қалыптастыруға, логикалық ойлау және шығармашылық қабілеттерін дамытуға өзіндік үлес қосады деген ойдамыз. Осы құрметті әріптестер, енді өздеріңіздің пікірлеріңізді білдірсек, өйткені біздің уақытымыз да тығыз болып тұр. Мына жерде біз осы жұмыс істеген балаларымыздың нәтижесі ретінде олардың жұмыс мектеп ішіндегі іс-шараларға қатысып, өз ойларын айтып, ашылып, алғыс хаттарға ие болғандығын дәлел ретінде ұсынып отырмыз. Сөз кезегі құрметті әріптестер, өздеріңізде. Сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар, әріптестер. Пікірлеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, айтып өтсеңіздер. Қадірлі әріптестер, уақытымыз есептеулі. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер ме? Жұмыстарыңыз өте құнды. Қазір барлық мектептерде осындай ерекше білімді қажет ететін оқушылар бар ғой. Сондықтан сіздердің дәптерлеріңіз өте қолдануға тиімді екен. Рахмет сіздерге. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Рахмет, әріптес, рахмет сізге. Тағы да әріптестер, ойларыңыз болса, кері байланыс жасап жіберсеңіздер, пікірлеріңіз, ойларыңыз, сұрақтарыңыз болса, бәріміздің әрине мақсатымыз біреу-ақ, ұстаз болғаннан кейін бәріміздің мақсатымыз біреу-ақ, сондықтан өз пікірлеріңізді білдіріп келсеңіздер. Сәлеметсіздер ме, қайырлы күн, құрметті әріптестер. Сіздер білесіздер, қазір мына ерекше білім беру балалар, қажеттілігі бар балаларға қазіргі ұсынылып отырған баяндамада жұмыс дәптері әрине қазіргі өмірде ол өте маңызды қажет және білім беру жүйесіндегі мұғалімге деген қажетті құрал. Ол жаңағы балалардың тең білім алуға жағдай жасайды, баланың ерекшелігін ескереді және сапалы білімге қол жеткізуге әрине көмектеседі. Баяндама ұсынылған әмбебап тапсырмалар ерекше бір білім беру қажеттілігі балалардың жеке мүмкіндіктерін ескере отырып құрастырылған тапсырмалар мазмұны жағынан бай, қолжетімді және практикалық маңызы зор. Енді бұндай жұмыс дәптері инклюзивтік ортада сапалы білім берудің тиімді әдістемелік құралы болады деп есептеймін. Кәмшат Ормановна, сіз енді бұл тақырыпты терең түсінгеніңіз білініп тұр және оны тәжірибемен ұштастыра білдіңіз. Бұл балалар үшін өте тиімді құрал екені дәлелдермен де көрсеттіңіз. Сондықтан ісіңізге сәт. Сізге осындай берген бізге Zoom арқылы шыққан баяндамаңызға көп рахмет, алғысымды білдіремін. Осы мұғалімдер осы балалармен осындай жұмыс жасауда жұмыс дәптерді осындай құрал, ең маңызды құрал ретінде пайдаланса деп ойлаймын. Рахмет, Айнагүл Сергезиевна, рахмет, үлкен рахмет сізге. Жақсы. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгінгі енді осындай жақсы, тамаша жұмысыңызды көрсетіп отырсыз. Сіздерге көп рахмет, көп нәрсені түсініп жатырмыз. Шынымен де қазір сондай ерекше оқитын балаларымыз көп. Осындай көмек керек болады көбімізге. Сабақта осы дәптерді қолдануға болады деп ойлаймын. Сондықтан сіздерге көп рахмет. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Рахмет. По 11 классу предмет физика. Возьмите, пожалуйста, на контроль. Вчера Айгерь Баграновна по стойке смирно стояла на совещании по физике. Машка Жүсіп атындағы мектепте. Есть двойки, а ученики сдают физику на ЕНТ. Под контроль. Просто проводим уроки и уезжаем, а дополнительные занятия. Жақсы, құрметті әріптестер, тағы да пікірлеріңіз болса, Прямую работу с классным руководителем. Кому нужна пікірлеріңіз болса, айтыңыздар, сұрақтарыңызды қойсаңыздар, біз жауап беруге дайынбыз.
бірге жұмыс істейміз дегендеріңіз болса, сіздермен жұмыс істеуге әрқашанда дайынбыз. Өйткені қазір өздеріңіз білесіздер, қай жерде болсын кездеседі. Сондықтан ол балалармен, біз жалпы балалармен бірге жұмыс істеу барысында ол балаларға жеке тапсырма беруді қажет етіледі. Өйткені ол балалар Теперь еще бабе ислам поменял. өйткені басқа балалар Чтобы вы взяли. Осы тақырып аясында біз сіздермен алдағы уақытта да тығыз байланыста жұмыс істей береді деген ойдамыз. Қазір енді ойларыңыз болса бөлісіп өтіңіздер, сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Біз сіздермен қашанда бірігіп жұмыс істеуге әзірміз. Құрметті әріптестер, қайырлы күн. Естіп тұрмыз. Сәлеметсіз бе, Райхан мұғалім? Сізді көріп тұрмыз. Айсұлу Касанова мен Камжат Ормановна бүгін керемет бір жақсы істің куәсі болып отырмыз. Әрине қазіргі кезде ерекше қабілетті қажет ететін оқушылар саны жыл сайын көбейіп келе жатыр. Бұл біздің қазіргі заманымызда өте өзекті проблема болып отыр. Сондықтан мен сіздердің бүгінгі мынау жасап жатқан еңбектеріңізге сәттілік тілеймін. Өте тамаша. Тек қана шығармашылық табыс, әлі де осы жұмыстарыңыз әлі де жоғарыдан көріне берсін. Үлкен рахмет, алғыс білдіреміз сіздерге. Рахмет, Райхан мұғалім. Рахмет, Колледжда да бұрын бірге жұмыс. Рахмет сіздерге. Бұл қаншама үлкен еңбек қой, содан осындай нәтиже шығарып жатсыздар. Рахмет. Әрине, Райхан мұғалім, сіз де осындай балалармен жұмыс істеп келе жатсыз, неше 30 жылдан бері. Сіздің де еңбек ету барысыңызда осындай балалар кездескенін көзімізбен көрдік. Сіз де осындай балалармен жұмыс істеп келе жатсыз, еңбегіңіз жемісті болсын. Рахмет. Сәттілік тілеймін сіздерге. Рахмет. Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? Пікір айтамыз деушілеріңіз бар ма? Өйткені 1 минут уақытымыз қалып тұр. Олай болатын болса, ешкімнің пікірі, ойы болмаса, онда осымен құрметті әріптестер, өзіміздің бүгінгі тәжірибе тарату жұмысымызды аяқтаймыз. Сіздерге үлкен рахмет. Пікірлеріңізбен бөлісіп тыңдағандарыңызға, алдағы уақытта да бірге жұмыс істеп, алар асуларымыз көп болады деген тілектеміз. Оқушыларымыздың шығармашылық табыстары көп болсын, өзімізге де табыс, денсаулық тілейміз.